Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен кезекті футбол жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Роналду Манчестер Юнайтедте қалуы мүмкін. Ювентус Пол Погба мен Миланкович Савичтің қайсысын аларын білмей отыр. Реал Мадрид Казимироны сатуды көздеп отыр. Ювентус Фрэнк де Йонгты сатып алуға тырысады. Осы және өзге де футбол жаңалықтары бүгінгі видеода. Видеоны бастамас бұрын лайк басып каналға жазылуды ұмытпайық. Тоттенхэм Хотспур Интер қорғаушысы Стефан де Врейді сатып алуды қарастырып жатыр. Ойыншы келесі трансферлік терезеде лондондық клубқа ауысуы мүмкін. Дереккөз Ведрей миландықтармен әлі келіссөздерді бастамағанын атап өтті. Оны Тоттенхэм пайдалана алады. Стефан де Врей бұған дейін Антони Контенің қоластында ойнаған. Трансфердің болжамды сомасы шамамен 25 миллион евроны құрайды. Стефан де Врейдің Интермен қазіргі келісімі 2023 жылдың жазында аяқталады. Туриндік Ювентус Ливерпульдің шабуылшысы Мохамед Салахты сатып алуы мүмкіндігін қарастырып жатыр. Трансфер жақын арада орын алуы мүмкін. Салах пен мерсисайдіктердің арасындағы қазіргі келісім 2023 жылдың жазына дейін жарамды. Мысырлық пен клуб әзірге жаңа келісімшартқа келген жоқ. Бұған дейін бақта ойыншының ПСЖ-ға ауысқысы келетіндігі туралы ақпарат пайда болған. Салах осы маусымда 45 ойынға қатысып 30 гол соғып 14 нәтижелік пас берді. Барселона басшылығы жартылай қорғаушы Рика Пуча үшін ұсыныстар күтіп отыр. Бұл туралы европалық басылымдар хабарлайды. Барса Пучаны сату арқылы қосымша табыс тапқысы келеді. Түскен қаражат басқа позицияларды нығайтуға жұмсалады. Рика Пучаның Блауграндамен келісімшарты 2023 жылдың ортасына дейін жарамды. 22 жастағы жартылай қорғаушыға басты үміткер Вильяреал. Мадридтік Реалдың президенті Флорентино Перес ардагер қорғаушы Марсело мен серіктестігін ұзартқысы келеді. Бұл туралы испандық бақ хабарлайды. Марсело осы жазда еркін агент болуы мүмкін. Дегенмен мадридтіктер бразилиялықпен жаңа келісімшартқа қол қояды деп күтілуде. Болжам бойынша Марсело тағы бір маусымға қалуы туралы ұсыныс алады. Марсело 2007 жылдан бері Реал Мадридтің атын қорғап келеді. Ағымдағы маусымда ол Ла Лигада 11 матчта 2 нәтижелік пас берді. Челсидің шабуылшысы Ромео Лукаку көктердің бапкері Томас Тухелдің Эвертонға қарсы ойында оны алаңға шығармағанына қатты наразы. Бұл туралы британдық бақ хабарлайды. Дереккөздің хабарлауынша Лукаку Челси командасының бапкеріне дөрекі сөйлеген. Жазда Ромеолу трансферге қойылуы мүмкін. Бұған дейін Челси Лукакуды 63 миллион фунт стерлинг үшін сатуға дайын екендігі хабарланған. Барселонаның жартылай қорғаушысы Серхио Бускетс Камп Ноуда тағы бір маусым өткізеді деп күтілуде. Бұл ақпаратпен журналист Фабрицио Романо бөлісті. 33 жастағы жартылай қорғаушы бірқатар MLS клубтардың назарына түсті. Дегенмен Бускетс ақш-қа 2023 жылдың жазында ғана барады. Жақында Бускетс Барселона бас бапкері Хави Эрнанdeспен кездесті. Тараптар Бускетс Барселонада тағы бір маусымға қала алады деген шешімге келді. Барселона жартылай қорғаушы Гавимен жаңа келісімшарт бойынша келіссөздер жалғастыруда. Бұл туралы беделді журналист Фабрицио Романо хабарлайды. Гавидің Барселона сапынан кеткісі келмейтіндігін атап өтілді. Ол Блаугранадамен келісімшартын ұзартуға бел буған. Гавидің Барсамен қазіргі келісімшарты 2023 жылға дейін. Испандық баспасөз Челси мен Баварияның жас жартылай қорғаушыны алғысы келіп отырғанын атап өтті. ПСЖ Наполи шабуылшысы Виктор Осимхен үшін күреске қосылды. Бұл туралы беделді журналист Жан-Лука Ди Марцио хабарлайды. ПСЖ Осимхен Килиан Мбаппені алмастыра алады деп есептейді. Соңғысы мансабын Реал Мадридте жалғастырады деп күтілуде. Тағы бір айта кетерлігі, ПСЖ Осимхенге жалғыз үміткер емес. Шабуылшыны лондондық Арсеналда алғысы келеді. Манчестер Юнайтедтің бұрынғы капитаны Рой Кинг қызыл сойқандардың шабуылшысы Криштиану Роналду туралы айтты. Соңғы кездері баспасөзде Роналду 2021-2022 маусым аяқталғаннан кейін Олд Траффордтан кетеді деген қауесеттер көбейіп кетті. Сіздің басты шабуылшыңыз 37 жаста болса да, сіз онымен бірге болуыңыз керек. Әсіресе команданың нәтижесі соған байланысты болса. Мен дәл солай істер едім. Роналду көп гол соғып, Манчестер Юнайтедте ойнауды жалғастырғысы келетіндігін көрсетеді. Сонымен бірге командада салауатты бәсекелестік тудыру үшін клуб Криштианудың айналасында басқа шабуылшыларды жинау керек, деді Рой Кинг Sky Sport арнасында. Ювентус жазда жартылай қорғаушы сатып алады. Бұл туралы итальяндық басылымдар хабарлайды.
Дереккөздің айтуынша, қарт сеньор бас бапкері Массимилиано Аллегри өз командасына Поль Погбаны немесе Сергей Миланкович Савичті көргісі келеді. Поль Погба осы жазда Олд Траффордтан еркін агент ретінде кетеді. Миланкович Савичке келетін болсақ, Ювентус оның трансфері үшін 50-60 миллион евро төлеуге дайын. Бірақ Лацио бапкері Клаудио Лотито еуропалық валютадан кем дегенде 70 миллион евро талап етіп отыр. Ол eSport хабарлауынша, Казимиро енді трансферге қойылмайтын ойыншылардың қатарынан емес. Мадрид жартылай қорғаушыны ауыстыруды ойлап отыр. Реал Мадрид Казимироны 50-70 миллион евроға сатуға дайын. Атап айтқанда, үміткерлердің бірі ПСЖ. 30 жастағы Казимироның Реалмен 2025 жылға дейін келісімшарты бар. Испан баспасөзінің хабарлауынша, Френки де Йонгке Ювентус қызығушылық танытып отыр. Ювентус Барселонаға ойыншыларды алмастыру нұсқасын ұсынады. Бұл жағдайда голландиялықтың жеке жалақысына қатысты мәселелер туындауы мүмкін. Де Йонг жылына 7 миллион евродан төмен түскісі келмейді. Бұл Ювентус басшылығы үшін ең жоғарғы жалақы. Барселона осы жазда Де Йонгты сатуға дайын. Клуб бірнеше жаңа ойыншыларды іздеуде. Оны жүзеге асыру үшін Барселонаға ақша керек. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.